Біз Қазақстанда, ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы туған жерін түрлі жаулардан ерлікпен қорғап, армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. 1995 жылы дүниеге келген Қазақстан халықтарының ассамблеясы рухани зияткерлік бағыттардың өміршең болуына ықпалдастық танытуда. Жаңа тарихи сананың қалыптасуына, оның өркендеу бағыттарын айқындауға және қазақстандық жаңа қоғам құру талаптарына сай келетін ортақ құндылықтар жүйесін орнықтыру жолында игілікті істер атқаруда. Біздің туымыз көк түсті. Зеңгір көктей ашық түс бейбітшіліктің белгісі, сондай-ақ татулық пен тұрақтылықтың, тыныштықтың нышаны. Күн тіршіліктің және сарқылмас қуаттың көзі. Ал күн астында қанат жайған қыран бүркіт тәуелсіз жас Қазақстанның әлемдік өркениетке құлаш ұрған ұмтылысының бейнесі. Тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап, әлемдік қауымдастық төрінен лайықты орын алған Қазақстан халықаралық деңгейде көптеген жетістіктерге ие болды. Көк туын асқақ көтерген қазақстандықтарды бұл күнде әлем жұртшылығы таниды. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстар ортақ отанымыз Қазақстанның жарқын болашағы жолында бір кісідей жұмыла еңбек етуде. Жарасқан ұлттар мен ұлыстардың мекені Қазақстан этносаралық ынтымақтастықтың жарқын көрінісін паш етуде. Бейбітшілік пен тұрақтылық ел дамуының алғы шарты, қоғамдық тұтастандырудың негізгі күші, сондай-ақ өсіп өркендеудің басты кепілі. Келісім, азаматтық қоғам, мәдени және діни сұхбаттар жарасымы отанымыздың ең басты құндылығы болып табылады.
Халықаралық қауымдастық Қазақстанды өркениеттер тоғысындағы ел деп таниды. Бұл дегеніміз азаматтардың еркін таңдауы, олардың сенім нанымдарына, мәдениеті мен өмір салтына деген құрметтің салтанат құруы. Бәйтерек еліміздің басты символдарының біріне айналған. Аңыз бойынша тамырын тереңнен тартатын бұл көне мифологиялық алып бәйтеректің ақша бұлттан әр асып жатқан ұшар басын бақыт құсы самұрық құс мекен етеді. Еліміздің жүрегі Астана бұл күнде барлық қазақстандықтардың мақтанышы. Жаңа дәуір 21 ғасырдың құрдасы Астана қаласы тәуелсіз республикамыздың жарқын болашағының айғағы. Ел таңбамыздың ортасына айналасына жарық сәуле шашқан киіз үйдің шаңырағы бейнеленген. Ел таңбаның екі бүйіріне симметриялы түрде қос қанатты тұлпар бедерленген. Ортасында Қазақстан деп жазылған. Қазақстан біздің ортақ шаңырағымыз. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді біздің халық. Дана жұрт мұны бекерден бекер айта салмаса керек. Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық, үстемдік құрылған жерлерге қашанда нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достастығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп ілгері басып келеді. Бірлік ұлттар тұтастығы мен ынтымақ достықтан басталады ма? Осы кезде ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңі есіме түсті. Дос болам десен, досымды сыйла қымбаттым. Досына сонда досын мен ғана қымбатпын. Дос болам десен, мендегі тоспен достасқын. Сендегі тоспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау неткені жақсы едім. Досым аз менің, досым ал менің тапшемін. Достарың менен, достастыр мені асылым. Достастыр мені, болайын құлың, нақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мін артып. Жауыздың барып жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласында өлгем мың артық. Досым саған сенемін, сенімдемін, жөні бітейін демеймін, жол өтейін. Достық деген адамның көргеген, достық деген ақылдың сергеген. Қырамыздар тамаша бәрі осында, отырмын думан тойдың арасында. Береке бойдан асып жатқанымен, ол құтыр көңілім менің нанасың ба? Ұйытқып жатыр көңілде құйын дауыл, неге сен келе алмадың жиын жараққа жалғыз мені жібермеші. Жаныңа жамандылық бермағыр. Әне жұрт өз-өзімен сөйлеседі, өзімсіп деседі, өдеседі. Шіркіндер-ай, даурығып тыңдар емес, есіме ап дос көтертсем кейде сені. Сенсіз көңіл қашанда хош тұрған ба? Сенсіз думан қызықсыз босқа романда? Әсіре ойнап қайтем, әсіре күліп, сенің орның құлазып, бос тұрғанда. Керемет туынды. Достық туралы жазылған жақсы өлеңдердің бірі. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі бүгінгі таңда бейбіт өмір мен ынтымақта тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің дәстүрі, асыға күтер мейрамы. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Халық бірлігі мерекесі күні ел азаматтары ұлт пен ұлысты өткен кезеңдегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақстандық татулық пен келісімді паш етеді. Еліміздің басты қорғаушы күші қоғамдық келісім мен этносаралық үйлесімді сақтау. Бұл қазақ елінің алдында тұрған басты міндет. Этносаралық үйлесім мен саяси тұрақтылық қазақ еліміздің ең басты байлығы. Бұл жетістікті бағалау және де оны ары қарай дамыту әрбір Қазақстан азаматының міндеті болып табылады.
біз жас ұрпақ осындай кең байтақ жеріміздің көгінде тек қана бейбіт құсы қалықтап ұшып, мемлекетіміз одан ары көркейе беруін қолдаймыз. Себебі бейбітшілік бар жерде бақыт орнап, тыныштық болады. Әрбір азамат туған өлкесін, елін, жерін, салт дәстүрін, тарихын құрметтейтін, сүйетін, мақтан тұтатын ұлтжанды азамат болу керек. Ол үшін өткен тарихты біліп, бағалау керек. Өзі туған қасиетті отанын оттан да ыстық бағалау, сүю керек деп ойлаймын. Барлық әлемде тыныштық орнап, бейбіт заманның ғұмыры баянды болғай. Себебі барлығымызды бейбіт заманда өмір сүруге лайықпыз деп есептеймін. Сондықтан ынтымақ түбі игілік дегендей, ынтымағы жарасқан ел болайық.